Мен оны бірінші рет көргенде-ақ жүрегім шым ете қалған. Қарапайым ұяң қыз еді. Көзіне қарасам біртүрлі тыныштық, бірақ ішінде от жатқандай. Мектептің дәлізінде кезігіп, қысқа ғана амандасып жүрдік. Уақыт өте жақын араласа бастадық. Сабақтан кейін бірге қайтатынбыз. Қасында жүрсем, күннің қалай батқаны да білінбейді. Әлі ештеңе айтпадым, бірақ іштей оның менікі болғанын қаладым. Бір күні кешке SMS жаздым. Кешке шығасың ба? Ол біраз ойланып, бауырларым ұйықтасын, кейін шығамын деді. Сол түні алғаш рет сарайда кездестік. Ешқандай артық қимыл жоқ, тек құшақтап отырдым. Шашының иісі, ақ мамықтай екі алмасы, денесінің жылуы. Іштей осы сәтті ешқашан ұмытпаймын деп ойладым. Бірнеше апта бойы солай жалғасты. Кеш батқанда, бәрі ұйықтағанда ғана кездесеміз. Құшақтап ұзақ отырамыз. Кейде ерін түйіседі. Киімнің сыртынан ғана тигізіп жүрдім. Соның өзі жүрегімді жарып жібере жаздайтын. Мен оны қатты қаладым, бірақ асықпадым. Өзімді тежедім. Себебі ол әлі қыз, ал мен оның сенімін жоғалтқым келмеді. Бірақ бір нәрсе анық еді. Менің өмірімде ондай сезімді ешкім сыйлаған жоқ. Күндердің бірінде ол маған өзі жазды. Кешке боссың ба? Жүрегім зу ете түсті. Иә деп бірден жауап бердім. Түнде ауыл тынышталып, бәрі ұйықтаған кезде ол баяғыдай сарайға келді. Бұл жолы бәрі басқаша болды. Ол бұрынғыдай қысылып отырмады. Қасына отырдым, қолын ұстадым. Үндемей ұзақ отырдық. Бір сәт оның көзіне қарасам, ішінде бір шешім бардай көрінді. Сен дайынсың ба деп сұрадым. Ол қысқа ғана иә деді. Көрпені жерге төсеп, оны жайлап жатқыздым. Әуелі бетінен, сосын мойнынан, сосын қалған жағынан сүйдім. Қолым оның арқасын, белін сипады. Ол дірілдеп, терең тыныстай бастады. Бір сәтте денемдегі тежегіш жойылғандай болды. Тарланымды сұғып жіберген сәт, оның көзі тас төбеге қарап, ерні тістеліп ауырсынып қалды. Көзінен жас шықты. Мен тоқтадым ба деп ойладым. Бірақ ол басын изеді. Жалғастыр деді. Аздан соң ауырсынуы басылып, тынысы жеңілдеді. Сол сәтте мен оның маған толық берілгенін түсіндім. Екеуміз де терлеп, шаршап, бірақ бір-бірімізге қанық күйде ұзақ жатып қалдық. Содан кейін бірнеше түн қатарынан осылай кездестік. Ешкім білмеді. Көз қарасымыз өзгерді. Жанасуымыз өзгеше болды. Енді бізді тек құшақтау мен сүйіс емес, бір-бірімізге тәуелді ету сезімі байлады. Мен ішімнен осы қызға үйленемін деп ант еттім. Бірақ өмірдің бізге қандай сынақ дайындап қойғанын әлі білмедім. Онымен өткен күндерім өмірімнің ең тәтті шағы болды. Әр кездескеніміз бір мереке, әр жанасу жаңа бір әлем еді. Біз сақтанып жүрдік, бірақ сезімге шектеу қою мүмкін емес еді. Бірде екеуміз ауыл сыртындағы шеткі қырда отырдық. Күн қызарып батып бара жатыр. Ол маған қарап, болашағымыз қандай болады деді. Мен ойланбай саған үйленемін. Ешкім менен сені тартып ала алмайды деп айттым. Ол сол сөзіме өзімде сенімді едім. Бірақ тағдыр басқа сценарий дайындапты. Күзге қарай ауылға жаңа қыз келді. Бір тойда танысып қалдық. Әуелі оған аса мән бермедім. Бірақ бір-екі рет бірге отырған соң, ол өзі маған тиісіп жақындай бастады. Өзімде байқамай оңбай қателестім. Сол түнді бірнеше рет тағы да бір қызды жасадым. Көп ұзамай сол қыздың жүкті екенін естідім. Басымда алып қашпай мойындауға тура келді. Оның ағалары үйленесің деп келді. Сол түні мен өзімді жек көрдім. Өйткені менің уәдем, менің сезімім бәрі аяқ асты болды. Ең ауыр сәт оған айту еді. Кездескенде көзіме тура қарамады. Рас па деді жай ғана. Мен үнсіз басымды изедім. Ол бір сөз айтпастан бұрылып кетті. Ол кеткеннен кейін ұзақ уақыт көрмедім. Көңілім құлазып, өзімді бос сезіндім. Ал үйлену тойым бөтен қызбен өтті. Бірақ жүрегім басқа жерде еді. Үйленген соң да түнде оның көз жасы, жанарындағы реніш мені ұйықтатпады.
Мен түсіндім, кей қателіктің жазасы өмір бойы ұмытылмайды. Менің үйленгеніме де жарты жыл болған, бірақ ішкі түкпірімде бір бос орын тұрды. Көктемнің басы еді. Ауыл ортасындағы дүкенге кірсем, ол сол жерде тұр екен. Шашы бұрынғыдан да ұзын, көзі біртүрлі мұңлы, бірақ жылы. Мені көргенде аз ғана кідірді. «Сәлем» дедім. «Сәлем» деді ол да, бірақ дауысы салқын. Біз ұзақ сөйлеспедік, бірақ оның жанарынан бәрін түсіндім. Ол мені кешірмеген, бірақ ұмытпаған. Кешке дейін ойым бөлініп, үйге келсем де көз алдымнан оның бейнесі кетпеді. Жанымда заңды әйелім болса да, жүрегім әлде қашан басқа біреуді таңдап қойған еді. Кейін білдім. Колледжге түсіпті. Бір-екі рет ауылға келгенде жолымыз қиылысты. Әр кездескен сайын арадағы үнсіздік бәрінен көп нәрсе айтатын. Бір күні ол маған өзі жазды. «Ертең кешке уақыт бар ма? Соңғы рет кездесейікші». Сол сәттен бастап менің ішімде әлдеқандай үміт оянды. Өткен қателігімді түзете алам ба, жоқ па білмедім. Бірақ бір нәрсені анық сездім. Оны қайтадан қасымда көргім келеді. Келесі кеш ауылдың шетіндегі ескі қораға келдім. Ішінде ол тұр, қолында кішкентай шам, жүзі жарық, бірақ жанарында абай бар. «Қалайсың?» дедім. «Жақсы» деді де біраз үндемей тұрды. Арадағы үнсіздікті мен бұздым. Қасына жақындап қолынан ұстадым. Ол қолын тартып алмады. Екі көзіміз түйісті. Сол сәтте бәрі қайта оралғандай болды. Жүрек дүрсілі, демнің жиілеуі, жаңа судың ыстығы. Бірақ бұл жолы бір кедергі тұрды. Ол бұрынғыдай толық берілген жоқ. Құшақтастық, бірақ екеумізде іштей бір нәрсенің жетпей тұрғанын сездік. Сол түні жақындастық, дәмі таныс, бірақ өзгерген. Оның жанарында әлде бір сақтық, жүрегінде бір қақпа тұрды. Бұрынғыдай сеніммен, еркелікпен берілмеді. Жатын орнында жатып, мен оның иығын сипадым. Ол көзін жұмды, бірақ жымиған жоқ. Ішімнен түсіндім. Мен сол бір жылы көктемде оның жүрегін бір жола жаралағанмын. Таң ата екеуміз сөзсіз тарастық. Жүрегім тағы да босап қалды. Бұл жолы оны мүлде жоғалтып алуым мүмкін екенін білдім. Күздің аяғы еді. Бір танысым, «Ана қызды көрдің бе? Бір жігіт алып қашыпты» деді. Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Сенгім келмеді. Телефон соқтым, алмайды. Жүгіріп ауыл шетіндегі үйге бардым. Төр алдында кемпірлер, шулаған әйелдер, қыздың үстінде орамал. Ол мені көріп қалды. Көздері жасқа толы. «Мені алып кет» деді сыбырлап. Бірақ менің қолым байлаулы еді. Отбасым бар ғой. Көп адам, туыстары, салт дәстүрдің қысымы. «Кетсең бақытты болмайсың қарағым» деді бір кәрі әйел төрде жатып. Мен ішімнен ол онсыз да бақытсыз деп ойладым. Бірақ ол орнынан тұрмады. Менің көзіме ұзақ қарады да басын төмен салды. Сол сәтте мен оның таңдау жасағанын түсіндім. Түнде той басталар алдында маған хат келді. «Сен кешіккен сәттен бәрі бітті. Мен енді сені тек есімде сақтаймын». Сол сәттен кейін мен түсіндім. Кейбір адамдарды сүйсең де, олардың тағдыры сенен тыс жазылады. Неке түні жаңа күйеуі қасында, үй іші тыныш, қонақтар тараған. Қыздың жүрегі дүрсілдеп тұр. «Маған бір нәрсе айтуым керек» деді ол баяу. Жігіт таңдана қарады. «Мен таза емеспін» деді, көз жасына ерік беріп. «Бұрын біреуді сүйгенмін, барымды соған бергенмін». Бөлмеде үнсіздік орнады. Жігіт біраз ойланып отырды да, «Сен менің әйелімсің, өткеніңе үкім шығармаймын» деді. Ол сөзде жылы естілгенмен, қыз оның жанарынан бір нәрсенің өзгергенін сезді. Бұл қабылдау сияқты көрінгенімен, іштей ол да өз қақпасын жапты. Кейінгі күндері екеуі бірге жатты, бірақ қыз бұрынғы сезімді сезбеді. Бұрынғы жігітімен болған сәттері, құшақтың ыстығы, жүрек дүрсілі, бәрі тек естелікке айналды. Ол түнде көзін жұмғанда да басқа бір есім мен бейне ойына келетін. Бірақ өмір алға жылжиды. Ал өткен тәтті әрі